Ойым бар еді, олмай оған көп амалдың көмегі, мазалайды, ойын ылғи бөледі, қысылатын, жасқанатын сұрауға анасының бір көзі жоқ себебі. Ал балалар, бізде бүгін қазақ тілі сабағы, сабақ тақырыбы буын тестігі 6-шы парақшаны ашамыз. Сәлеметсіз бе? Сен Нұрдәулеттің анасы, Нұрбек Қабылова. Нұрдәулеттің анасы ма? Қорқынышты ой. Соқыр ана. Баласының кетті түсіп қабақ. Анасына айуан көзбен қарады. Мама, бүгін мен мектепте ұятқа қалдырдыңыз. Балалардың бәрі маған күледі, ананың көзі жоқ деп. Мен мектепте маған жоламан үшін өтінемін. Балам, ұятқа қалдырсаң кешіріп қой. Ендігі әлі қайталамас. Мама, тым болмаса айтыңызшы маған. Неге сіз соғырсыз? Сен сұрамай-ақ қой, мен айтпай қой. Мен тек саған жақсылықты қыламын. Бітірді оқу балаға. Бұрынғыдан бетер суық анаға. Білім алып қайта мектеп жиналып тартып кетті шетел асып қалаға. Айтқандай ол анасын ұмытты, жұмыс тапты, маман болды білікті. Әйел алды, бала сүйді анасын есін алмай, ойсыз қамсыз жүріпті. Күз сезімдерді сілкіп жауын жауыпты. Жігіт үйі сән салтанат дамып тұр. Құлақ салды әйелі де өзі де есіктерін біреу беріп қағыпты. Кім екен бақталбеш? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бұл Нұрдәулеттің үйі ме? Иә, сіз кім боласыз? Мен оның анасы едім. Анасы? Ол маған ана болсын еді. Неге келмейін? Әйел ұлттың ғой. Мен сізге не дедім? Мені мына мекенжайды ұмытыңыз дедім, ұмытыңыз. Балам, үйреніңіз, балғын болсын. Мен сізді өзім іздемеген соң өзім келуге тура келді. Қартайған шағымда немерелерімді бір көрсетсем деп едім. Немене ешкімді көрмейсің. Қалай келдім, солай кет ауылға. Бітті әңгіме болмас қайта бастауға. Қайтты ана демеу болар дос бар ма? Көңіленіп ақ жауынын төгіп тұр, ана менен бірге жылап аспанда. Уақыт сырғып, айлар өтті. Ауылға келіп сағындық деп достары хат жіберіп шақыртыпты жігітті. Келді ауылға, мауқын басты, тарады, жігіт ойы басқа арнаға аулады. Балалықты еске алсам деп жаяулап, өзі тұрған ескі үйге барады. Ех, туған жер, өзіңе келмегі көп болды ғой. Әй, Нұрдәулет балам, аманбысың айналайын? Ол жұмат қалай? Ханым қалай? Қалайсың? Дардай азамат болып өсіп кетіпсің. Иә, өсіп жатырмыз, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Анаңның аты қайырлы болсын. Не? Біз саған айта алмадық. Ана байғұс қатысты қаттанып өзіңді кетті. Мәңгілік бақилық болды. Анам мына бір хатты саған аманат етіп жазып қалдырып кеткен еді. Ала ғой балам, бекем бол балам, бекем бол. Балам, ботам, айым күнім асылым, қарт кеудемде бір жарып еді жасырым. Кеудемді өртеп барады сол күрең ой, жаздым хатқа оқып балам біреу ой. Нәрестегім түспей тұғын қолымнан, бағым көбет бүгінгідей сорымнан. Әкем бар еді жаны жақын балаға, үйден шықтық қыдырсақ деп қалада. Бұлықтыда бірге кетіп арманы, жол апаты жан әкемді жалмады. Зақым келді сенің оншақ көзіне. Дәрігерлер көрді білді байқады, үйренендім қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен оңыз, көрмес көзі алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көз іздеп табыңыз. Бақытты өмір сүру үшін балаңыз, сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты ер жүрегім дүрсілдеп, құрбан еттім бағын үшін өзімді, саған бердім сап-сау тұрған көзімді. Міне балам, содан бері солқырмын, осы көзбен көрмей атсам өзімді. Кешір қалқам, кешір ботам, кешір. Эх, анашым, қадіріңді білмеппін ғой тірі кезде. Оқып бітті, жүрек аттай тулады. Көкірегін кермей көксі болады. Біреуі өз, бір ана көзімен алдындағы ақ барақты сулады.
Бауырлар, біздерге бұл мысалдың берері көп. Дәл сондай әрбір істің себебі көп. Себебі білмей қате қадам басып, отырма, бармақ тістеп, едедім деп. Атаң разылығын тапсақ Аллах, айтыпты жәннаттан жай беремін деп. Тірлікте таппаған соң көңілдерін, өлген соң жылаудың да керегі жоқ.